Мәдени мұра бағдарламасы еліміздегі теңдессіз жобалардың бірі. Қазақ халқының рухани байлығын әлемге паш ететін теңдессіз дүние. Ендеше ұлт мәдениетіне қызмет ететін мұндай жобалар болуы тиіс, әрі қазаққа керек. Адамзат тарихының күретамыры мәдениет, ал мәдениеттің күретамыры адамзаттың ақыл-ойы мен іс-әрекетін дүниеге әкелетін материалдық құндылықтар болып табылады. Бұл бәрімізге белгілі ақиқат. Қай халықтың болмасын өзге жұртқа ұқсамайтын бөлек болмыс бітімін даралап, өзіндік тағдырын айқындайтын басты белгі мәдениеті. Мәдениет ұлттың бет бейнесі, рухани болмысы, жаны, ақыл-ойы, парасаты. Өркениетті ұлт ең алдымен тарихымен, мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан үлкенді-кішілі үлесімен мақтанады. Сөйтіп тек өзінің ұлттық төл мәдениеті арқылы ғана басқаға танылады, деген еді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 2004 жылдан бастап елбасының бастамасы бойынша мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы іске кірісті. Оның ең бірінші аспектісі халықтың бай мәдени мұрасы арқылы қазақстандықтардың ұлттық сана сезімін дамыту мен бекітуге бағытталған. Мәдени мұраның екінші маңызды аспектісі әлемге бай ұлттық рухани қазынасын ашу. Бағдарламаның үшінші аспектісі тарих, философия, этнография, тіл, әдебиет, көркем өнер, музыка және тағы басқа ұлттық мұраны зерттеу жүйесін құру. Мәдени мұраның мақсаты елдің тарихи мәдени мұрасын зерттеу, қалпына келтіру және сақтау, тарихи мәдени дәстүрлерді қайтару, шет елде Қазақстанның мәдени мұрасын үгіттеу. Мәдени мұра бірнеше бағыт бойынша жүзеге асырылуда. Біріншіден, ұлттық мәдениетке ерекше маңызы бар тарихи, мәдени және сәулет ескерткіштерін қалыпқа келтіру. Екіншіден, археологиялық зерттеулер жасау. Үшіншіден, қазақ халқының мәдени мұрасы саласында ғылыми жұмыстарды атқару. Төртіншіден, ұлттық әдебиет пен жазулар тәжірибесін қалыптастыру. Мәдени мұра бағдарламасының бабалар сөз сериясы ғылыми басылым. Бұл серияның негізгі принципі шығарманың табылған нұсқаларын жүйелеп, өзара салыстыра зерттеп, оның сюжеті мен жанрлық белгілері туралы толық көрініс беретін мәтінді оқырманға ұсыну. Бабалар сөз топтамасының 20 томы батырлар жырына, 13 томы тарихи жырларға арналған, 7-і діни, 13-і хикаялық дастандар, 8-і ғашықтық дастандар, 5 томы ертегілерден тұрады. Бабалар сөзінің 1 томнан 9 томдарында шығыс халықтарының сюжетіне құрылған, бұрын жарияланбаған хикаялық дастандар топтастырылған. 10 мен 16 томдарында қазан төңкерісінен кейін айрықша тыйым салынып, оқырмандар үшін жабық күйінде қалып келген 43 діни дастан енгізілген. 17 мен 22 томдары толық ғашықтық дастандардың оқырмандарға беймәлім 30-ға жуық әдеби мұрасы топтастырылған. 33 пен 52 томдары батырлар жырына арналған. 56 мен 63 томдары тарихи жырларға бағышталған. 65-тен 69 томдарында мақал-мәтелдер топтастырылыпты. 70 пен 70 томдары қадым заманнан бергі халық жадында сақталып келе жатқан фольклордың көне жанрының бірі қара өлеңге арналған екен. 80 мен 89 томдары аңыздарға арналған. Топтаманың 97 томында Өзбекстандағы, 98 томында Қарақалпақстандағы, 99 томында Ресейдегі, 100 томында Түркменстандағы, Ирандағы, Ауғанстан мен Түркиядағы қандастарымыздың фольклоры қамтылады. Бабалар сөзі жинағында қазақ халқының ғасырлар бойы жинаған асыл мұрасы, тарихы, мәдениеті, салт санасы, философиясы, педагогикасы, өнері түгел қамтылған.